Армысыздар, құрметті оқырман қауым. Орталық аудандық кітапхана сіздерге Абай қаламыздың мерейтойына арналған Абай қаласы 65 жылдық өрлеу жолы жобасы аясында біздің Абылайхан чемпион атты бейнероликті ұсынады. Қазақ боксшысы Абылайхан Қайратұлы Жүсіпов Қарағанды облысы Абай қаласында 1997 жылы 19 қаңтарда дүниеге келген. Ол уақ руынан шыққан. Өзінің айтуы бойынша біз 5 ағайындымыз. 7 жасымда анам әкеммен ақылдаса келе, мені Абай қаласындағы бокс мектебіне апарды. Шамасы ата-анам уақытымды көшеде босқа өткізгенімді қаламаған болар. Сол кезде біздің қаланың тумасы Серік Сәпиев әлем чемпионы атанған еді. Сәпиевтің жеңісі Абайды бокстың дамуына үлкен серпін беріп, көптеген бокс залдарының ашылуына жол ашты. Абай аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің бокс залы ринг маңындағы қабырғада 2 плакат ілулі тұр. Біреуінде осы залда жаттыққан олимпиада чемпионы Серік Сәпиев бейнеленген. Екіншісінде Абай бокс мектебінің негізін қалаушы, Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы марқұм Андрей Богданович Райш бейнеленген. Осы мектептен Абылайхан алғашқы бастауларын алды. Абылайхан бокспен 7 жасында осы мектепте халықаралық дәрежедегі спорт шебері Бақытжан Аманбаевтың жетекшілігімен айналыса бастады. Бапкер оны Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасына дейін алып шықты. Ол алғаш рет 15 жасында Ресейдің Якутск қаласында өткен Азия балалары халықаралық спорт ойындарында 2012 жылы 52 килограммдық салмақ дәрежесінде жеңіске жетіп көзге түседі. Оның алғашқы ірі жетістіктері 2013 жылы 16 жасында келді. Ақпан айында ол Қарағандыда жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионы атанды. Сәуірде Шымкентте өткен жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында жеңіске жетті. Ал қыркүйекте Украинаның Киев қаласында жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атағын иеленеді. Сол жылы халықаралық бокс қауымдастығы Абылайхан Жүсіповті ең үздік жас боксшы деп таныды. 2014 жылдың қаңтарында ол Таиландтың Бангкок қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында 60 килограммдық салмақ дәрежесінде жеңіске жетіп, турнирдің үздік боксшысы атанады. Сәуір айында ол Болгарияның София қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында жеңімпаз атанады. Тамыз айында Абылайхан Қытайдың Нанкин қаласында өткен екінші жазғы жасөспірімдер олимпиада ойындарында финалда өткен жылғы жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы Кубалық Ален Лимонты будан ұпай саны бойынша жеңіп алтын медальға иеленеді. 2014 жылдың желтоқсанында 18 жасқа толмағанына қарамастан Абылайханға Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Ғалым Жарылғаповты еске алуға арналған 31-ші халықаралық турнирге қатысуға рұқсат беріледі. Ол Жарылғаповтың өзі өнер көрсеткен 64 килограммдық салмақ дәрежесінде жеңіске жетіп, сыйлық ретінде автокөлік алады. 2015 жылдың мамыр айында Беларусь Республикасының Минск қаласында өткен Кеңес одағының батыры Виктор Левенцевті еске алуға арналған халықаралық турнирда 3-ші орынға ие болды. 2016 жылдың басында бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Мырзағали Айтжанов 19 жастағы Жүсіповті аға құрамаға шақырды. Жүсіповті Венгриядағы Иштван Бочкай мемориалында бірден жеңіске жетіп, финалда Азербайжан атынан сынға түскен кубалық Лоренцо Сатамайорды жеңіп, Еуропа ойындарының алғашқы чемпионы атанады. Сәуір айында Қытайда өткен Рио-де-Жанейро олимпиадасына жолдамалар сарапқа салынған Азиялық іріктеу турнирінде Абылайхан 64 килограммға дейінгі салмақ дәрежесінде бірінші орын алып, олимпиадаға қатысу құқығына ие болды. Қарағанды экономикалық университетін бітірді. Әр жыл сайын жетістікке де
жеңіске де жетіп, төзімділік пен шынығудың, жаттығудың арқасында үлкен дәрежелерге де жетті. Қазақстанның 2 дүркін чемпионы, Азия чемпионатының күміс жүлдегері және әлем чемпионатының 3 дүркін қола жүлдегері, Нұр-Сұлтан қаласында өткен 2019 жылғы президент кубогының жеңімпазы, қазақстандық боксшы, Қазақстандық Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, 2025 жылғы әлем чемпионы. Дубайда өткен 2025 жылы әлем чемпионатына ол 71 килограммға дейінгі салмақ дәрежесінде алтын медаль жеңіп алады. Финалда ол ресейлік спортшы Сергей Қалдянаковты жеңеді. Осындай төзімділіктің арқасында біздің жерлесіміз Абылайхан Жүнісов көптеген жетістіктерге жетті. Биік болса әрқашанда рухымыз, айналамыз ұлы елге мықты біз, жарыстардың бас бәйгесін аламыз.